бір оқиғаны айтып бергім келіп отыр. Негізі айтады ғой, әрбір қиындықтың артында бір жеңілдігі болады, жақсылығы болады деп. Біз соны білеміз негізінде. Құрандағы аят, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан сөздері білеміз, сенеміз, бірақ кейде сосын естен шығарып қоямыз да. Бір досымыз айтады, құрбым бар еді дейді, хиджаб киетін еді дейді. Сол бір кісіде бір сатушы болып қызмет жасайтын дейді, жұмыс жасайтын. Күндердің бір күнде не үшін екені, не себепті екені белгісіз, жаңа бастығы келіп айтты. Саған шартым бар, не хиджабыңды шешесің, мен де жұмыс істеуді жалғастыра бересің, немесе жұмыстан шық, осында екі шартым бар деп. Сонымен мына қызға қатты қиындау болып қалыпты. Ойланып, енді қаншама жыл істегені, бір мына жерден шықса бір күнін көре алмай қалатын сияқты қатты қиналыпты. Бірақ ақыры ойланып, тәуекел, ризық беруші Алла, Аллама тәуекел еттім деп, жаңағы жұмысынан шығам депті. Сөйтіп шығыпты. Көп уақыт өтпей, Алланың қалауымен, енді себеп салдар бәрін жасайтын Алла ғой. Сондай біреу ұсыныс жасапты, осындай жерде бір дүңгіршегім бар, ашсаң болады деп. Сосын тура сол жерге жаңағы бұрынғы ана хозяинның товарларын алатындай мүмкіндік туыпты. Рассрочка, неге? Бөліп төлеуге, заттар алуға. Сөйтіп, мына жағынан дүңгіршек те шыға келген, мына жағынан жаңағы қарызға товар беретін адам шыға келген. Сөйтіп, көп уақыт өтпей айтады, өзі тура сол жаңағы қожайынның бизнесін өзі бастап кеткен ғой. Сонда айтады, егер де мен, сонда Құдай тағала мені сынап тұр екен дейді. Егер де мен сынып қалып, сол жерде орамалымды шешсем, сол жерде сатушы болып қалатын едім. Бірақ Аллама тәуекел, Алла ризық беретін деп Аллаға тәуекел етіп шығып едім, міне Алла тағала менің өз бизнесімді ашып берді дейді. Сол мынандай бабаларымыздың мына сөзі есіме түсіп отыр да. Адамға сенген мұрттай ұшады, Құдайға сенген құстай ұшады дей ма? Енді Құдайдың құдіретіне қалай таңғалмайсың да? Қазір жеке кәсіпкер, ол қыз. Енді бұл кезде келіншек болды ғой. Міне сондай. Әрбір қиындықтың артында бір жеңілдік болады. Біз ойлаймыз, бізге мына келіп тұрған қиындық, проблема деп. Бірақ шын мәнінде егерде дұрыс шешім қабылдайтын болсақ, оның артында Алланың бір сыйы, бір жеңісі, бір нығмет тұрады екен. Аман болыңыздар, сынбаңыздар, бай болайық.